Екі баласын 5 бөлмелі пәтерге айырбастаған ананы көріп, естіп білгендеріңіз бар ма? Менің өмірім бір кітап, бір дастан десем де болады. Мені кішкентайымнан мазалап келген бір оқиғаны жазып, оқырманмен ой бөлісіп, іштегі шерімді тарқатсам ба деймін. Менің өмірде мүлдем қатыгез болғым келмеген. Бірақ аяусыз тағдыр мені қатыгез қылды десем де болады. Үйде мен және інім, әкем бар. Анамыз жоқ. Өйткені бізді анамыз кішкентай кезімізде әкемізге тастап кеткен. Туысқандардың айтуы бойынша інім ол кезде бесікте болған. Қазір інім жасы 18-де. Жастайымыздан көрген қиыншылығымыз көп. Анамыз тастап кеткенде әкемнің туысқандары інім екеумізді балалар үйіне екеуін өткізіп жібер, өзің әлі жассың, әлі-ақ үйленіп кетесің депті. Әжем шырылдап жүріп алып қалған екен. Әкеміз үнемі бізді әжеміздің қасына тастап, өзі айлап сапарға кететін еді. Әжеміз қайтыс болып, інім екеумізге қарайтын адам болмады. Әкеміз бізді көршінің үйіне тастап, өзі жұмысқа кететін. Уақыт өте келе бір көрші апайымыз әкеме үйленсеңші, әлі жассың, шағыңа қарайтын адам керек деп өзінің күйеуінен ажырасатын. Әкем сол кезде 2-ші сынып оқитын, менен рұқсат сұрағаны есімде. Бала емеспін бе, не ұғатыным бар? Әрине иә дедім. Сөйтіп әкеміз көрші апайдың туысқан сіңілісіне үйленді. Болашақ анам 2 қызымен біздің үйге көшіп келді. Осылайша уақытшалық бақытты өмір басталды. Басында бәрі жақсы еді. Бізге де жақсы қарап жүрді. Ойын баласына мейірімнен басқа не керек? Әкем сол жұмыс бабымен айлап сапарға кетіп жүрді. Үйде 4 бала және анамыз қаламыз. Әкем кезекті бір сапарға кеткенде өгей шешемінің қызымен ұрсысып қалдым. Қызы менің киімдерімді рұқсатсыз киіп алғаны үшін қатты ренжістік. Сол кезде өгей шешемнен және 2 қызынан аямай таяқ жеген едім. Сол кезден бастап арамыз ит пен мысықтай болды. Қит етсе ұратын болды. Денем көгеретін болды. Әкеңе айтсаң өлтіреміз деп қорқытатынды шығарды. Мен қорыққанымнан ештеме айтпайтын едім. Бір күні сабақтан кешігіп келгенім үшін пышақпен басымнан ұрып жатқан болатын. Аяқ астынан келген көрші Зина апай көріп қойды. Келесі күні әкеміз сапардан келгенде Зина апай әкеме бәрін айтқан екен. Аяғымнан, бетімнен пышақтың ізін көріп, әкем қатты ашуланды. Менің балаларымды ұрғанды көрсетемін деп, өгей шешемді тепкінің астына алып, үйден қуып шықты. 2 қызын алып өгей шешем өз жөнімен кетті. Біраз уақыттан соң тағы бір көршіміз оң жақта отырып қалған қызбен таныстырып, әкеміз 2-ші рет үйленді. Ол әйелмен де 1 жылдай тұрды. Бірақ сол уақыттан бастап әкеміз шетінді шығарды. Үнемі ішіп алып, інім екеумізге сендер жетімсіңдер, шешелерің тастап кеткен. Ана деген осынша қатыгез бола ма екен деп егіліп отыратынды шығарды. Тіпті бірде шешелерің сендерді 5 бөлмелі пәтерге ауыстырып кеткен деп айтып қалды. Әкемнің айтқан сөзі есімнен кетпей, бір күні әкемнің үлкен әпкесінен сұрадым. Кезінде әкемнің қалада 5 бөлмелі пәтері болған екен. Шешем кетерінде егер 5 бөлмелі пәтерді маған берсең, 2 баланы саған қалдырамын деген екен. Сол кезде нотариус болмағандықтан параққа мен қызым мен баламнан өз еркіммен бас тартамын деп жазып беріпті. Қазір есейдім, әкеме қатты жаным ашиды. Қаншама қиыншылықтар көрсе де бізді өсіріп жеткізді. Тіпті сенесіздер ме, қыздарға айына 1 келетін жағдайды да әкем айтқан еді. Түсіндіріп, өзі айтпай қайтсын, еш туысқанмен араласпайтын еді. Мен ана туралы сөз естігім келмейді. Ташырып болып өстім. Теледидардан ана туралы өлең естісем тез қаным басыма шауып, бірден өшіріп тастаймын. Әкеме үйленіңіз десем, әкем үйленбеймін. Осы да жетеді деп отыр. Анасыз өссек те әкеміз жаман жолға түсірмей, жақсы тәрбие беріп келеді. Өзі 1 айдан соң 50-ді алқымдайды. Бізге көрсеткен жақсылығын інім екеуміз қолымыздан келгенше қайтарғымыз келеді. Осыдан 2 ай бұрын туған анамның әпкесі біздің үйге келіпті. Айтуы бойынша кешкісін сап-сау болып ұйықтаған анам таңертең жынды болып оянған екен. Есінен ауысып кетіпті. Туысқандары жындыханаға жатқызамыз дейді. Әкеме әпкесі кеште болса туған аналары қайта үйленіңдер деп келген екен. Сөзінде тыңдамастан шешеміз осыдан 20 жыл бұрын өліп қалған. Барыңыз, біз ешкімді танымаймыз деп қуып шықтым. Өмірден көрмегеніміз жоқ, айта берсем үлкен бір кітап болайын деп тұр. Анамызды кешіргеніміз дұрыс па? Әлде